Қазақ КСР ғылым академиясы қашан құрылды? Оның тұңғыш президенті кім болды? Әлкей Марғұлан туралы не білесің? Кемел Ақышевтың қандай жетістіктерін білесің? Мұрат Айтхожин жайлы не білесің? Осы сұрақтарға жауап берейік. Қазақ КСР ғылым академиясы қашан құрылды? Оның тұңғыш президенті кім болды? 1946 жылы Қазақ КСР ғылым академиясы ашылды. Бұл қазақ ғылымының тарихындағы ең маңызды оқиға болды. Ғылым академиясының алғашқы президенті болып тағайындалған Қаныш Сәтбаев академияның дамуына ерекше көңіл бөлді. Ол ғылыммен айналысып жүрген зерттеушілердің басын қосып, ғылымның жетістігін ел игілігіне жаратуға ерекше көңіл бөлді. Қаныш Сәтбаевтың бастамасымен және оның зерттеулері негізінде Қазақстанның тың аймақтары зерттелді. Қаныш Сәтбаев геолог ғалым, Кеңес одағының және Қазақстанның металлогения мектебінің негізін қалаған тұлға, қазақтың тұңғыш академигі. 1947 жылы Англияға сапары барысында Уинстон Черчилль қазақтардың барлығы сіз сияқты соңғақ батыр тұлғалыма деп сұрағанда, Қаныш Сәтбаев, жоқ Черчилль мырза, қазақтардың ішіндегі ең кішісі менің халқым менен де биік деп ұтымды жауап қайтарған екен. Алғашқы алгебра оқулығының авторы да Қаныш Сәтбаев болған. Сарыарқа, Кенді Алтай, Қарағанды, Қаратау, Жезқазған, Ұлытау және тағы да басқа аймақтарды зерттеп, олардың пайдалы қазбаларының қорын анықтаған. Әлкей Марғұлан туралы не білесің? Әлкей Хақанұлы Марғұлан ұлттық археология мектебінің негізін салушы, фольклор зерттеуші, алғаш рет қазақ халқының аңыздарын, ертегілерін, жырларын зерттеді. Сондай-ақ Сырдария, Шу, Талас өзендері бойында және Отырар, Сауран, Сығанақ қалаларының орнында қазба жұмыстарын жүргізді. Соның негізінде көне қазақ жерінің қалалары мен құрылыс өнерінің тарихы монографиясын шығарды. Әлкей Марғұлан бұрынғы Қазақстанды зерттеуші орыс ғалымдарының қазақ даласы тек көшпелілер мекені деген тұжырымының орынсыз екенін дәлелдеген. Кемел Ақышевтың қандай жетістіктерін білесің? Кемел Ақышев атақты археолог ғалым, тарихшы, қазақ археология ғылымының негізін салушылардың бірі. 2000 жылы Елордада Еуразия ұлттық университетінде археологиялық зертхана құрған. Ол археологиялық қазба жұмыстары барысында Алматы облысынан табылған алтын адам, 5 шатыр обаларын, отырар жәдігерлерін зерттеген. Сондай-ақ қола және темір дәуірінің мәдениеттерін зерттеуге және кезеңдеуге зор үлес қосқан. Мұрат Айтхожин жайлы не білесің? Мұрат Айтхожин биолог ғалым, Қазақстанда молекулалық биология мен биотехнологияның негізін қалаушы ғалымдардың бірі. Ол өсімдік рибосомаларының физикалық химиялық қасиеттерін анықтап, олардың жануарлар рибосомаларына ұқсас екенін байқаған. Жануар мен өсімдік жасушаларының суббөлшектерінен тұратын әрекеті күшті будандасқан рибосомалар алуға, оларды зерттеуге болатынын дәлелдеген. Оның зерттеуінің эволюциялық теорияны дамытуға қосқан үлесі зор болды. Сонымен қатар Мұрат Айтхожин бидай дәнінің эмбриогенезі, пісіп жетілуі, тұқымынан өнуі кезінде оның жасушаларында жүретін құбылыстарды зерттеген.